Баршаңызға қайырлы күн. Бүгін сіздермен өте дәмді шығатын карамельді пирог дайындаймыз. Осындай бір жасағаннан шығатын рецепттерді көріп тұрғыңыз келсе, менің арнама тіркеліп қойыңыз. Егер сіз осындай пирогты жасап жүріп ортасы қатпай қалатын болса, осы видеоны соңына дейін қараңыз. Бұл рецептпен формасын ұстайтын өте нәзік, дәмді пирог шығады. Ең алдымен пирогтың қамырын дайындап аламыз. Ол үшін бізге қажетті заттар: сары май, жұмыртқа, қант, ұн және де қопсытқыш. Барлық қажетті ингредиенттердің мөлшерін описание бөлімінен көре аласыз. Алдымен ыдысымызға ұнды електен өткізіп саламыз. Бөлме температурасындағы еріп тұрған сары майды қосып, ұнмен бірге араластырамыз. Осындай крошкалар пайда болғанша араластыру қажет. Ұн мен сары майдың үстіне қопсытқышты қосып араластырамыз. Қант пен жұмыртқаны бөлек ыдыста қанттың еруі үшін бірнеше минут араластырып аламыз. Қант пен жұмыртқаны ыдысқа құйып, біркелкі қамыр илейміз. Осындай қолға жабыспайтын қамыр шығуы тиіс. Қамырды тоңазытқышқа 20-30 минутқа алып қоямыз. Енді пирогтың салмасын дайындайық. Вареная сгущенканың міндетті түрде сапалы түрін қолдану қажет. Мен при желании фирмасының вареная сгущенкасын қолданамын. Соны ыдысымызға салып, үстіне қаймақ қосамыз. Айта кететін жайт, егер де сіздер сапасы нашар вареная сгущенка қолданатын болсаңыздар, пирогтарыңыз қатпай, дұрыс шықпай қалуы мүмкін. Оның үстіне жұмыртқаны саламыз. Және де бір ас қасық жүгері крахмалы. Массамызды алдымен шаншқымен араластырамыз. Одан соң біркелкі болу үшін блендердің көмегі қажет болады. Қамырды тоңазытқыштан алып, оны
оқтаудың көмегімен жайып аламыз. Осылай оқтаумен жайған кезде біздің пирогымыздың астыңғы бөлігі теп-тегіс болады. Менің формамның диаметрі 26. Соған қамырды орналастырып, барлық қабырғаларына біркелкі үлестіремін. Қабырғалары да тегіс болу үшін шанышқымен осылай жасап шығамыз. Салмамызды құйып, 180 градуста шамамен 45 минуттай пісіріп аламыз. Пештен шыққан кезде ортаңғы жағы осындай құймалжың болады. Бөлме температурасында суығанша күтеміз. Одан соң тоңазытқышқа 1-2 сағат қалып қоямыз. Менде тоңазытқышта 1 сағат шамасында тұрды. Енді осы кезде ортасы құймалжың болмауы тиіс. Достар, осындай әп-әдемі пирогымыз дайын болды. Сіздер де міндетті түрде осы жолмен дайындап көріңіздер.